Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай кешкі асқа дайындауға болатын тамақтың құрамымен бөліскім келеді. Ол үшін маған пияз, помидор және петрушка. Және ең басты ингредиент фарш керек болады. Мен құрамдардың бір адамдық порциясын описание қалдыратын боламын жазып. Табаға майымызды қыздырамыз. Осы қызған майға қазір пияздан бастап қуырып бастаймыз. Пиязымызды салып, қуырамыз, әбден жақсылап тұр пияз қуырылғанша. Арасында былғап қойып тұрамыз. Міне пиязымыз жақсы қуырылған кезде фаршымызды саламыз. Фаршты салып, оны да жақсылап қуырамыз. Пиязымыз, фаршымыз жақсылап қуырылды. Қазір енді мен помидорды салатын боламын. Кішкене араластырып жіберіп, петрушкамды да салып жіберемін. Петрушка, укроп өзіңіз қалаған кез келген көк шөпті пайдалануға болады. Мөлшерінде өзіңіз қалауыңызша саласыз. Және осы жерде мен тұзын, бұрышын салып, начинкамыздың дәмін келтіремін. Және кішкене қуырып, әбден дайын болғанша қуырып аламын. Міне менің начинкам дайын. Қазір енді основасын дайындаймыз. Ол үшін мен 2 жұмыртқаны алдым. Кішкене тұз және бұрыш салып, қазір жұмыртқамен әбден араластырамын. Міне массасы бірікті. Енді пеште отта қызып тұрған табамды сары маймен жақсылап тұрып майлап аламын. Және осы қызып тұрған табамызға қазіргі араласқан жұмыртқамды саламын. Жұмыртқамды құйып, табада блини сияқты пісіретін боламын. Әбден бір жағы пісіп, қатайғанға шейін ұстаймыз. Қатайып блиніміз піскен кезде екінші бетіне аударамыз да. Күштің уақ көзіне өткізілген сырымызды салып шығамыз бетіне әбден. Және осы жерде жаңағы дайын болған фаршымызды мен қасықпен ыңғайлап салдым. Өзіңіздің қалауыңызша көбірек па, азырақ па қалауыңызша сол жерде саласыз. Жарты бөлігіне ғана саламыз. Міне мен фаршымды салып шықтым. Енді екінші шетін үстіне қарай жабатын боламыз. Жарты ай формасына келтіріп осылай жабамыз. Сәл отта 1 минуттай ұстаймыз осы табада. Міне біздің асымыз дайын болды. Өте тойымды, өте жақсы, необычный тамақ болады. Жасап көріңіздер. Міне әдемі шықты. Мен қазір үстіне өзіңіз қалаған кез келген соусты құйсаңыздар болады. Мен бұл жерде кисло-сладкий соус құйдым. Және үстіне көк шөп сеуіп, міне осындай дәмді тамақ шықты. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.